Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар. Айжан 40 жасқа аяқ басып қалса да, әлі күнге дейін ауылдың кәрі қызы атанып жүрген. Ол бұл сөзді сыртынан естіген сайын, жүрегіне біреу пышақ сұғып алғандай күй кешетін. Өмір бойы біреуге телміріп, біреудің соңынан жүгірген емес. Кішкентайынан ақ көңіл, инабатты, ұяң болып өсті. Бірақ тағдыр оған басқа соқпақсызды. Құрбылары баяғыда-ақ тұрмысқа шығып, бала шағалы болып кеткенде, Айжан әлі күнге дейін жалғыз. Әр үйдің келіні болып жүрген қыздарды көрген сайын, іші қанжылап, өзіне өзі неге менің де бақытым болмайды, Құдай мені неге жалғыз қалдырды деп сұрақ қоятын. Кейде көшеден өтіп бара жатқанда, артынан естілетін сыбыр-сыбыр сөздер жанын күйзелтетін. Әне, әлі жүр ғой, жалғыз өзі 40-қа таяп қалды. Енді кім алады оны, қыз емес, әйел емес? Бұл сөздер Айжан үшін қанжардай қадалатын. Ол ешқашан сыртқа сыр білдірмейтін. Әрқашан күліп, сыпайы сөйлеп, елдің алдында мейірімді, ақ көңіл қалпын сақтайтын. Бірақ түнде жастықты құшақтап жылап жататын. Айжанның анасы да қыз үшін алаңдайтын. Қызым, тағдырдың жазғаны шығар. Сабыр қыл. Әркімнің несібесі бар. Мүмкін сенің жолың кейін ашылатын болар деп жұбататын. Бірақ ананың жылы сөздері де кейде жүрек жарасын жеңілдете алмайтын. Кейде Айжан терезе алдында ұзақ отыратын. Көктемнің самал желі бетіне тиіп тұрса да, оның жан дүниесінде күздің сұрғылт мұңы басым еді. Жалғыздық, жанын жегідей жеген жалғыз қасіреті. Ол сүйіспеншілікке, мейірімге жанын түсінетін бір жанға зәру болатын. Бірақ ауыл тар, ауыл өсекке толы. Қайда барса да, оған адамдардың күдікпен қарайтынын сезетін. Бәріне төзіп келді, бірақ іштегі жарасы күннен күнге асқынып бара жатты. Күндердің күнінде ауылға қалада тұратын ағайын туыстары келді. Олармен бірге бірнеше қонақ еріп келген. Әдеттегідей, ауыл адамдары қонаққа ет асып, дастархан жайды. Сол сәтте Айжан да ас дайындап жүргендердің бірі еді. Дастархан басына келген қонақтардың ішінде орта бойлы, сымбатты, 40-тан асқан ер адам бар еді. Оның аты Бекзат. Үстінде қарапайым ғана киім болғанымен, көзқарасынан білімділік пен өмір көргендіктің белгісі аңғарылатын. Айжан оның жүзіне алғаш рет көзі түскенде жүрегі дүрс ете қалды. Сезімінің қайта тірілгенін өзі де аңғармай қалды. Ал Бекзат болса, Айжанға ерекше назар аударды. Сыпайы, байсалды сөйлеп, оның әр сөзін үйіп тыңдайтын. Кешкілік ауылдың жанына серуендеуге шыққанда, Айжан мен Бекзат оңаша қалды. Әңгімелері жарасып, бір-біріне шынайы сырларын ақтара бастады. Екеуінің де ортақ тақырыптары көп екен. Екеуі де жалғыздықты бастан кешкен, екеуінің де жүрегінде өз орны бос тұрған. Сол түннен бастап Айжанның өміріне үміт сәулесі түсті. Ол бұрынғыдай емес, таңертең күлімдеп тұратын болды. Өзіне күтім жасап, киімін сәндеп киетінді шығарды. Оның ішкі жан дүниесі оянды. Алайда ауылдағы қыңыр әңгімелер оны тағы да қыспаққа алды. Әне, кәрі қыз біреуге ілікті байғұс, әйтеуір біреуді тапқан екен, оғанда біреу қарар ма екен, деген әңгімелер желдей есті. Анасы да мазасызданып, қызым, адамдардың сөзіне ерме. Абайла, жүрегіңді жаралап алмассың деп қайта-қайта айтып отырды. Бірақ Айжан жүрегін тоқтата алмады. Ол үшін өмір жаңа басталғандай еді. Көзіндегі мұң кете бастады, орнына нәзік үміт ұялады. Бекзат ауылда бірнеше күнге қалып қойды. Қонақ болып жүріп, Айжанға деген ықыласы күннен күнге артып бара жатқанын өзі де сезді. Әуелде ол ауылдың қарапайым қызына сыпайылық танытып жүргендей еді, бірақ уақыт өте келе оның жан дүниесіне, нәзіктігіне ғашық бола бастады. Айжан да өзгеше күй кешті.
Бұған дейін ол өзін ешкімге керексіз, өмірдің артта қалған жолаушысы сияқты сезінсе, енді жүрегі дүрсілдеп, жас қыздай сезімге берілді. Тіпті айна алдында ұзақ тұрып, өз бейнесіне күлімсірей қарауды шығарды. Кешкісін ауылдың сыртына екеуі бірге шығып жүрді. Бірде Айжан жұлдыздарға қарап тұрып, адамның тағдырына жазылғаны бар дейді ғой. Бірақ кейде Құдай мені ұмытқандай сезінемін. 40-қа таяғанда махаббат келеді деп ойлаған емеспін, деді көзіне жас үйіріліп. Бекзат оның қолын ақырын қысып, Айжан, тағдыр кешігіп келсе де, мүлде келмей қалмайды. Сен әдемісің, сенің жүрегің жылы. Сені бағалайтын жан табыларына сен. Кейде өмірдің ең тәтті сыйы күтпеген сәтте беріледі, деді. Осы сөздер Айжанға ем секілді әсер етті. Оның жанын жылу кернеді. Ол алғаш рет өзін әйел ретінде бағалаған сөз естіді. Ауылдағы өсек аяң болса, күн сайын өршіп жатты. Кәрі қызға біреу келді. Қалада үйленбей жүрген еркек ауылдың қызын місе тұтты деген әңгімелер желде есті. Бірақ Айжан бұрынғыдай оған құлақ асқан жоқ. Өйткені ол үшін Бекзаттың сөзі, көзқарасы, қолының жылуы бәрінен қымбат еді. Осылайша Айжанның жүрегінде үміт бүршік атты. Ауылда өткізген күндерінде Бекзат пен Айжан жиі кездесіп жүрді. Екеуі де бір-біріне бауыр басып қалғанын сезді. Бірақ бұл қарым-қатынастың болашағы қандай болатынын ешқайсысы анық білмеді. Бірде Айжан анасына ішіндегісін ақтарды. Апа, менің жүрегім Бекзатқа жақын болып кетті. Ол мені түсінеді. Бірақ ауылдың өсегінен қорқамын. Әрі ол қалада тұрады, мен болсам осындамын. Болашағымыз қалай болар екен? Анасы терең күрсінді. Қызым, мен саған қашанда бақыт тілеймін. Бірақ жүрегіңді абайла. Ер адамдардың сөзіне көп сеніп кетпе. Көңілің жараланып қалмасын. Егер шынымен сүйсе, ертеңінде ойлауы керек, деді. Айжан ойланып қалды. Шынында да, Бекзат ауылдан кеткен соң олардың байланысы жалғаса ма? Әлде ол уақытша қонақ болып жүріп, жалғыз әйелді жұбату үшін, жылы сөз айтқан ба? Келесі күні кешке Бекзат Айжанды ауылдың сыртына ертіп шықты. Ай астында екеуі ұзақ үнсіз жүрді. Бір кезде Бекзат тоқтап, Айжанға қарады. Айжан, сен мен үшін ерекше жансың. Қанша уақыт жалғыз жүрсем де, сен сияқты мейірімді, жан дүниесі таза адамды кездестірмеппін. Сенің жаныңды жаралап алғым келмейді. Бірақ мен қалаға қайтуым керек. Ал сен мұнда қаласың. Бізді қашықтық бөледі. Айтшы, сен бұл сынаққа төзе аласың ба? Айжанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол не айтарын білмей, көзінен жас парлай жөнелді. Мен сені жоғалтқым келмейді. Бірақ сен кеткенде мен тағы да жалғыз қалам ба деп қорқамын, деді сыбырлап. Бекзат оның көз жасын сүртіп, жоқ, сен жалғыз қалмайсың. Егер сен қаласаң, біз бәрін жеңеміз. Мен үшін сенің жаның, сенің адалдығың бәрінен қымбат, деді. Осы сәтте Айжан жүрегін толықтай Бекзатқа тапсырғанын түсінді. Ауылда күндер өте берді. Бекзат келген күннен бастап, Айжан үшін өмір жаңа бояуға енгендей болды. Күн сайын таңертең ол айна алдында шашын жинап, бұрынғыдан да ұқыпты киініп алатын. Өйткені кешке қарай Бекзатпен кездесу барын білетін. Екеуі ауылдың сыртындағы ескі көпірге жиі барып, ұзақ әңгімелесетін. Әр сөздерінде сыр, әр үндерінде жылылық бар еді. Бекзат кейде Айжанға қаланың тыныс тіршілігін айтып беретін. Ол болса ауылдан шықпаған жүрегімен қиялға беріліп, қасындағымен бірге жаңа өмірді көз алдына елестететін. Бірақ уақыт шіркін тоқтамайтын. Бекзаттың ауылға келгеніне 2 аптадан асқан. Енді оның қалаға қайтар күні таяп қалды. Бұл ой Айжанның жүрегін ауыртты. Көңіліне бір мұң қонды.
Кешкілік кездесулердің бірінде Айжан үнсіз жүрді. «Не болды, жаным?» деді Бекзат оның жүзіне алаңдап қарап. Айжан көзін төмен түсіріп, «Сен кеткен соң мен тағы жалғыз қаламын ба? Мен мына ауылдың өсегіне, мұңына қайта оралудан қорқамын. Сен кетсең, менің өмірім қайтадан сол бұрынғы бос күйге түсіп кетпей ме?» деді дірілдеген дауыспен. Бекзат оның қолын ұстап, «Жоқ, Айжан. Сен енді ешқашан жалғыз болмайсың. Мен саған уәде беремін. Қалаға барсам да сені ұмытпаймын. Тіпті мүмкін сені қасыма алып кетермін. Бірақ ол үшін сенің батылдығың керек», деді сенімді үнмен. Айжан жүрегінде үміт пен күдік арпалысып жатты. Ол алғаш рет болашағына таңдау жасау алдында тұрғанын сезді. Бекзаттың кетуіне бір күн қалды. Бұл түн Айжан үшін тағдырлы түн болатынын жүрегі сезді. Ол терезе алдында ұзақ отырды, айдың сәулесі бөлмесіне түсіп тұрды. Оның жанын екіұдай ой мазалады. «Мен оған барсам, ардан айырыламын ба? 40-қа келіп, абыройымды сақтап жүргенім жалғыз мақтанышым еді. Бірақ жүрегім оны қалайды. Егер бүгін бас тартсам, бәлкім ол мені мәңгіге тастап кетер». Осы ойлармен қиналған Айжан түн ортасында сыртқа шықты. Ауылдың шетінде, баяғы көпір маңында Бекзат күтіп тұр екен. Оның жанарынан да қимастық, қимылынан да сағыныш сезілді. Екеуі үнсіз ұзақ тұрды. Содан соң Бекзат жай ғана сыбырлады: «Айжан, бізді тағдыр кездестірді. Бүгін мен кетсем де, сен менің жүрегімдесің. Бірақ сен өзіңді маған сеніп тапсыра аласың ба?» Бұл сұрақ Айжанның жүрегін қағайырды. Бір жағында елдің сөзі кәрі қыздың арынан айырылды дейтін қатыгез өсек. Екінші жағында жүрегінің ең алғашқы, ең шынайы сезімі. Көзінен жас шыққан Айжан ақыры сыбырлады: «Мен сені жоғалтқым келмейді». Бекзат оның жүзін алақанына алып, еріннен сүйді. Сол түн Айжанның тағдырындағы ең ауыр да, ең бақытты түн болды. Ол алғаш рет өзін толыққанды әйел ретінде сезінді. Бірақ дәл сол сәтте оның ішінде қорқыныш та бар еді. Ертең не болады? Бекзат ауылдан кететін таң атты. Таңғы самал жел Айжанның жанын мұздатып жібергендей болды. Кешегі түннен кейін ол өзінің өмірі енді ешқашан бұрынғыдай болмайтынын анық сезді. Бекзат қораның алдында көлігіне жүктерін салып жатты. Айжан алыстан қарап тұрды. Жүрегі дүрсілдеп, әрбір соққысында «Қал, кетпе» деп айқайлағанымен тілінен сөз шықпады. «Айжан, сен мені күте аласың ба?» деді Бекзат қоштасар сәтте. «Иә» деді Айжан көз жасына ерік беріп. «Мен уәдемде тұрамын. Қалаға барған соң бәрін реттеймін. Бізді тағдыр қайтадан тоғыстырады» деп Бекзат оны құшағына басты. Көлік қозғалған сәтте Айжан жүрегімен бірге бір дүниесін жұлып алғандай болды. Шаң басқан жолдың бойында тұрып, көз жасын тоқтата алмай ұзақ тұрды. Ауыл адамдары болса, әлдеқашан сыбыр-сыбыр әңгімелерін бастады. Әне, кәрі қыздың қонағы қайтты, түндері бірге жүргенін ауылдың балалары да көріпті. Енді несі қалды? Арын берген шығар. Бұл сөздер құдды бір пышақтай қадалды. Айжан күндіз күліп жүргенімен түнде іштей сынып бара жатты. Бірақ жүрегінде бір ғана үміт бар еді. Ол уәде берді. Ол қайтып келеді. Бекзат кеткен соң ауылдың өсегі тіпті өшіп кетті. Әр үйдің келіні, әр қарт әже Айжан жайлы әңгіме қылатын болды. Бірі оған аяушылық танытып, қызғаныш қой, жүрегі байғұсқа бір жан табылған екен, қайда десе, екіншісі жасы 40-қа келгенде түндерде қаңғып жүргені несі? Күйеусіз жүрген әйелдің бәрі солай болады деп тасатып жатты. Айжан үйінен сирек шығатын болды. Тек анасының жанында үй шаруасымен ғана айналысып жүрді. Бірақ ауылдың сыбыры оған да жетті. Қайсы бір күндері дүкенге барғанда артынан екі әйелдің күбірін анық естіді. Әне, өзі келе жатыр.
Қараша, бетіне қан жүгірген. Кешегі түннен кейін ғой тапқан бақыты сол ма? Қонаққа келген бір еркек Айжан жүрегі қысылып, көз жасын әрең тежеп үйіне қайтты. Кешкісін анасы да шыдай алмай, қызым, елдің сөзіне мән берме десем де, сен жайлы айтқандарын естіп жүрмін. Мені де қинайды. Не істейміз енді, деді қамығып. Айжан анасының алдында шыдай алмай жылап жіберді. Апа, мен кінәлімін бе? Мен тек сүйгім келді. Жүрегім алғаш рет жылуды сезді. Ал олар не біледі? Мені мазақ қылып, арды бетке ұстайды. Бірақ мен әйелмін ғой. Мен де бақытты болуға лайықпын емес пе, деді егіл-тегіл. Анасы оны құшағына алып көз жасын сүртті. Иә, қызым, сен де бақытты болуға лайықсың. Бірақ қоғам қатал. Ауылдың өсегі таудан да ауыр. Сен шыдауың керек, деді күрсініп. Айжан сол түні тағы да терезе алдында ұзақ отырды. Жұлдыздарға қарап, Бекзаттың уәдесін есіне алды. Сен жалғыз қалмайсың, сол үміт оны тірі ұстап тұрған жалғыз қуат еді. Бекзат кеткен соң бірнеше апта өтті. Алғашқы күндері Айжан әрбір таңды үмітпен қарсы алды. Телефонға жиі қарап, қоңырау күтіп жүрді. Бірақ күндер өте берді, хабар жоқ. Көңіліндегі от сөне бастағандай болды. Бір күні түстен кейін телефон шыр етті. Дүрсілдеп кеткен жүрегін ұстай алмай Айжан трубканы көтерді. Айжан, мен ғой, деді арғы жақтан таныс дауыс. Бекзат, деп Айжан көз жасын тыя алмады. Ол қалаға келгеннен кейін жұмысының көптігін, бәрін реттеу үшін уақыт керектігін айтты. Бірақ жүрегінде Айжанды ұмытпағанын, қайта-қайта ойлап жүргенін жеткізді. Сен мені күте аласың ба? Аз уақыттан соң бәрін шешемін. Сенің алдыңа қайтып барамын, деді ол сенімді үнмен. Айжанның үміті қайта жанды. Телефонды қойған соң ол ұзақ уақыт күлімсіреп отырды. Жүрегі бақытқа толды. Бірақ дәл осы сәтте ауылда өсек оты өшіп жатты. Қарт әжелер шай үстінде телефонмен сөйлесіп жүргенін көрдім. Сол ғашығы шығар десе, жастар кәрі қыз енді қалыңдық болып жүр екен деп күлісетін. Айжан олардың бәрін естіп жүрді. Бірақ енді бұл сөздер оған соншалықты ауыр тимеді. Өйткені жүрегінде сүйгенінің үмітке толы сөзі жаңғырып тұрды. Сен мені күте аласың ба? Айлардың өтуімен ауылдың әңгімесі шектен шыға бастады. Біреулер ашық айтып, бір түнді қонаққа алданып қалды. Енді жалғыз қалат десе, кейбіреулер тіпті мазақ қылып жасы 40-қа келіп, қыз болып жүре ме, әлде әйел болып кетті ме, білмейміз деп топ ішінде күлісетін. Айжанның әрбір қадамын аңдып жүргендей болды. Үйіне біреу кірсе, сүйіктісі келді деді. Дүкенге сәнді киім киіп барса, жігітіне жолығуға шыққан деді. Ауылдың қатыге сөзіне шыдау күннен күнге қиындай берді. Кешкісін анасына ашылып, көз жасын төгіп, апамен шыдай алмай жүрмін. Олар мені адам құрлы көрмейді. Бір түнде алған шешімімді өмір бойы бетіме басатын болды, деді. Анасы күрсінді. Қызым, елдің сөзі таусылмайды. Сенің артыңнан айтатындар бітпейді. Тек сенің жүрегің мықты болсын. Егер ол жігіт уәдесінде тұрса, бәрі өзгереді. Ал егер, деп тоқтап қалды. Айжан анасының ойын өзі ақ түсінді. Бірақ ол күдікке бой алдырғысы келмеді. Жүрегінде бір ғана сенім бар. Бекзат қайтып келеді. Сол сенім үшін ол бар қорлыққа шыдауға дайын еді. Айлардың артынан ай өтті. Бекзат анда-санда хабарласып тұрды. Әр жолғы қоңырауы Айжанның жүрегіне жаңа дем беретін. Бірақ әр қоңыраудың соңында жанын жегідей жеген күдік қалатын. Мен бәрін реттеймін, Айжан. Тек сен асықпа. Жақында қайтып барамын, дейтін Бекзат. Айжан әр сөзін жүрегіне тоқып, соған сеніп өмір сүрді.
Бірақ ауыл адамдарының тілі еш тоқтамайтын. Bir күні ауылдағы базардан қайтып келе жатқанда топ әйелдің күбірін анық естіді. Бекзаты бар дейді ғой, бірақ әлі келмегені несі? Әйтеуір біреудің ойнап күлгені шығар, ол еркекке сенбе. Қалада әйелі бар дейді ғой. Бұл сөздер Айжанға найзадай қадалды. Кеудесі өртеніп кеткендей болды. Үйге жеткен бойда көз жасына ерік берді. Жоқ, олар өтірік айтады. Ол маған уәде берді. Ол адал. Ол мені сүйеді деп күбірледі өзіне өзі. Сол түні телефон шыр етті. Арғы жақтан Бекзаттың дауысы естілді. Айжан, қымбаттым. Кешірші, ұзақ хабарласпай кеттім. Жұмысым көбейіп кетті. Бірақ сен менің жүрегімдесің. Тек сен шыдашы. Айжан көз жасын сүртіп, күлімсірей жауап берді. Мен сені күтемін, Бекзат. Қанша уақыт өтсе де, сен үшін күтемін. Осылайша жүрегіндегі күдікті өзі-ақ басуға тырысты. Бірақ ауылдың қатыгез сөзі жанын тіліп өтуден танған жоқ. Көктемнің шуақты бір күнде ауылдағы жас келіндердің бірі Айжанға тура қарап, әпке, біз сізді сыйлайтын едік. Бірақ кәрі қыз болып жүріп, бір түнде абыройдан айырылғаныңызды бәрі біледі ғой. Босқа өзіңізді қинамай-ақ қойыңыз, деді күліп. Бұл сөз Айжанға тас түскендей ауыр тиді. Жүрегі сынып, өңі бозарып кетті. Ол ештеңе деместен артына бұрылып кете барды. Үйге жеткенде жүрегі қақ айырылғандай болды. Анасы қызының халін байқап, не болды, жаным деп қасына жетіп келді. Айжан көз жасын тия алмай, апа, мен шыдай алмаймын. Олар мені жерге қаратып бітті. Бәрі менің абыройымды таптап жатыр. Егер Бекзат уәдесінде тұрмаса, мен өмір сүре алмаймын, деді дауысы дірілдеп. Анасы оны құшақтап жұбатты. Қызым, сен мықты бол. Егер ол адал болса, сені алып кетеді. Ал егер олай болмаса, біз тағдырға қарсы тұра алмаймыз. Бірақ сен бәрібір мен үшін ең ардақтысың, деді. Айжан түнде тағы да жалғыз қалды. Терезе алдында отырып айға қарады. Ішінде қасірет, намыстың жарасы, жүректің сағынышы. Ол өз-өзіне сыбырлап, Бекзат, мен сен үшін бәріне төздім. Бірақ енді сен мені жалғыз қалдырма. Көктемнің соңына таман Айжан үшін тағы бір ауыр кезең басталды. Қанша күн күткеніне қарамастан Бекзат әлі келмеді. Телефон арқылы анда-санда сөйлескендері болмаса, нақты әрекет жоқ. Жүрегінде бір үміт, бір күдік арпалысып жатты. Bir күні ауылдың сыртындағы жалғыз аяқ жолда кетіп бара жатып, артынан таныс дауыс естілді. Айжан жүрегі шым етіп артына қарады. Ол Бекзат еді. Қолында шағын сөмке, жүзі шаршаңқы болса да, жанары жылылыққа толы. Айжан тоқтап қалды. Құдды бір түс көргендей болды. Жан дүниесі қуаныш пен қорқынышқа толы еді. Сен келдің бе, деді ол дірілдеген дауыспен. Иә, мен уәдемде тұрдым. Сенсіз шыдай алмадым, деді Бекзат. Сол сәтте Айжан жүрегіндегі барлық мұңы сейіліп кеткендей болды. Екеуі ауыл сыртында құшақтасып ұзақ тұрды. Бірақ ауыл үшін бұл көрініс жаңа өсектің басталуы еді. Көрген көз аз болмады. Кешке қарай-ақ ел ішінде әңгіме өршіп кетті. Әне, қаладағы жігіті келіпті. Олар баяғыда-ақ жақындасып қойған еді ғой. Енді ол кәрі қызды алып қашып кететін шығар. Айжанға бәрібір еді. Себебі ол үшін ең маңыздысы уәде орындалды, сүйгені қайта оралды. Бекзат ауылда бірнеше күнге қалды. Сол күндері Айжанмен бірге жүріп, болашаққа жоспар құра бастады. Ол Айжанға ашық айтты: мен сені қалаға алып кеткім келеді. Бірақ бұл оңай болмайды. Елдің сөзіне, туған туыстың қарсылығына төтеп беруіміз керек, деді. Айжан үнсіз қалды. Оның ойында бір ғана сұрақ тұрды: мен ауылдан кете аламын ба? Анама не болады?
Ал елдің өсегі тоқтай ма осы екідай оймен жүргенде, ауыл адамдарының жаңа қылығына куә болды. Бір күні дүкенде тұрғанда, артынан екі әйелдің күбірін анық естіді. 40-қа дейін қыз болып жүріп, енді біреудің етегінен ұстап қалаға кетпек пе байғұс шешесі-ай, жалғыз қызынан айырылса, кім қарайды? Бұл сөздер Айжанның жүрегін тағы жаралады. Қоғам оған тыныштық бермеді. Сол түні Айжан Бекзатпен оңаша отырып, жан сырын ақтарды. Бекзат, мен сенің қасыңда болғым келеді. Бірақ анамды қалай тастаймын, ал ауылдағы әңгімелер. Мен шаршадым. Кейде бәрін тастап қашып кеткім келеді, бірақ жүрегімнің бір бұрышы мазалайды. Бекзат оның қолын ұстап, Айжан, біз бәрін жеңеміз. Сен менің қасымда болсаң, ештеңеден қорықпаймын. Тек сен маған сен, деді Айжан оның сөздеріне сенгісі келді. Бірақ ішіндегі дауыс әлі де тынышталмай тұрды. Егер тағы да жалғыз қалсаң не істейсің? Бекзат ауылда біразға дейін қалып, Айжанның үйіне барып, анасымен танысты. Анасының көңілі алай-дүлей болатын. Бастапқыда бөтен еркектің үйге келгеніне іші қысыла қарады. Бірақ қызын сүйгенін сезген соң, амалсыз жылы шырай танытты. Қызымды шынымен сүйесің бе? Әлде уақытша ойын ба, деді анасы тікесінен. Бекзат, еш қымсынбай, мен Айжанды шын жүрегіммен сүйемін. Оны қалама алып кеткім келеді. Бірақ сіздің рұқсатыңызсыз бір қадам да жасамаймын, деді. Анасының жанары жасқа толды. Ол қызын құшақтап, қызымның тағдыры ойыншық емес. Сен уәдеңде тұрсаң, мен қарсылық етпеймін. Бірақ егер қызымды жылатсаң, сенің алдыңда Алладан сұраймын, деді. Бұл сөз Бекзаттың жүрегін тікендей тіліп өтті. Ол басын изеп уәде беремін, деді. Бірақ ауылдың өсегі тоқтаған жоқ. Көрдіңдер, ме шалын күтпей жатып, қызын қалаға беріп жатыр, десті кей әйелдер. Ол жігіттің қалада әйелі бар екен ғой, деп тағы біреуі қосты. Бұл өсектер Бекзаттың да құлағына жетті. Ол Айжанды жұбатып, мен ешкімнен қорықпаймын. Бірақ сен мықты бол. Әлем бізге қарсы шықса да, сен менің қасымда тұрсаң, жеңеміз, деді. Айжан үнсіз ғана басын изеді. Бірақ іштей қиналып тұрды. Ауылдағы әңгіме күннен күнге ушыға түсті. Бір күні Айжан құдық басына суға барғанда, екі қыздың әдейі қаттырақ сөйлескенін естіді. Ол кәрі қыз Бекзатқа жабысып алыпты ғой. Қалаға кетіп, бай болып оралмақшы шығар, кім біледі, бірақ ертең тастап кетсе, бүкіл ауылға мазақ болады. Айжан суды құйып жатып, қолынан шелегі түсіп кетті. Жүрегі қақ айрылғандай болды. Ол көз жасын жасырып тезірек үйіне қайтты. Түнде анасына бар шындығын айтты. Апа, мен шыдай алмаймын. Халықтың сөзі жүрегімді жейді. Бірақ Бекзатсыз өмір сүре алмаймын. Екеуміз кетіп қалсақ қайтеді? Анасы ауыр күрсінді. Қызым, халықтың сөзі ешқашан бітпейді. Ертең Бекзат сені шынымен алып кетсе, олар бәрібір арттарыңнан өсек айтады. Бірақ сен өз бақытың үшін күрес. Тек жүрегіңді тыңда, деді. Сол түні Айжан ойға шомып, таң атқанша ұйықтай алмады. Мен ауылда қалсам, жаным тыныштық таппайды, ал кетсем анам жалғыз қалады, қайсын таңдаймын, деп өз-өзіне сұрақ қойды. Ауылдағы сөз күннен күнге ушығып, Айжанның жүрегін тілім-тілім етті. Бір күні ол базардан қайтып келе жатқанда, бір топ әйелдің тура бетіне қарап, әне абыройын сатып, қалаға кетпек болған қыз осы дегенін анық естіді. Айжанның көзіне жас тығылды. Бірақ ол тоқтамай, үнсіз үйіне кетті. Ішінде намыстың өрттей жалынған оты. Кешке қарай Бекзат келді. Айжан оның жүзіне мұңая қарады. Бекзат, мен шаршадым. Ауылдың сөзі жүрегімді жаралап бітті. Егер сен мені шын сүйсең, енді ойланбайық. Бүгін-ақ кетейік, деді. Бекзат бір сәт үнсіз қалды. Оның жанарында да алаң бар еді. Айжан, мен де сені жоғалтқым келмей.
Бірақ біз асықсақ, бәрі қиын болады. Қалада да қиындық күтіп тұр. Анам туыстарым Айжанның көзінен жас парлап кетті. Демек, сен дайын емессің бе? Мен үшін күрескін келмей ме? Бұл сөз Бекзаттың жүрегін ауыртты. Ол Айжанның қолын ұстап, мен дайынмын. Бірақ сен шыдашы. Бір ай ғана. Сосын бәрін шешемін деді. Айжан үнсіз ғана жылап, терезеге қарап отырды. Көңілінде бір үміт сәулесі бар, бірақ сенімнің іргесі сөгіліп тұрғандай. Күндердің күнінде ауылда үлкен жиын болды. Көрші ауылдан қонақ келіп, бүкіл ел бір дастархан басына жиналды. Айжан да анасымен бірге барды. Дастархан басында бір жас жігіт сөзді әдейі қаттырақ айтып жіберді. Біздің ауылда қыз деген қадірлі еді. Ал мына ауылда кәрі қыздың өзі абыройын сақтай алмай жүр екен ғой, деді мысқылдап. Жұрт ду етіп күлді. Айжанның жүзі оттай қызарып, көзі жасаурап кетті. Ол орнынан тұрып, үйіне қарай жүгіріп кетті. Бекзат артынан жетіп, оны тоқтатпақ болды. Айжан, тыңдашы. Айжан оның бетіне тіке қарап, менің төзімім таусылды, Бекзат. Егер сен шын сүйсең, дәл қазір шешім қабылда, ертең емес, бір айдан соң емес, бүгін. Мені алып кет, не болмаса мәңгі ұмыт. Бекзат сілейіп қалды. Оның көз алдында екі жол тұрды. Бірі Айжанды қазір алып кету, екіншісі барлығын кейінге қалдырып, тағы да уәде беру. Айжанның жүрегі дүрсілдеп тұрды. Бұл оның тағдырының шешуші сәті еді. Айжанның көз жасына толы жанары Бекзаттың жүрегін қағайырды. Ол сілейіп тұрып қалды. Бір жағында туған анасы, қаладағы өмір, жауапкершілік, екінші жағында Айжанның пәк жүрегі, жанын салып сүйген адал махаббаты. Айжан, деді ол дірілдеп. Мен сені тастай алмаймын. Қандай қиындық болса да бірге көтереміз. Бүгін-ақ кетеміз. Бұл сөзді естіген Айжанның жан дүниесі селт етіп, жүрегін үміт оты шарпып өтті. Бірақ ол әлі де сенер-сенбесін білмеді. Шынымен бе бұл жолы тағы уәде емес пе? Жоқ. Бүгін? Қазір. Сен менімен бірге жүресің, деді Бекзат нық сеніммен. Сол түні екеуі ауылдан үнсіз кетуге шешім қабылдады. Айжан анасының қасына келіп, көз жасын тия алмай құшақтап, апа, кешір. Мен сені жалғыз қалдырып барамын. Бірақ жүрегімнің соңынан ермесем, мен өмір сүре алмаймын, деді. Анасы ауыр күрсініп, қызын маңдайынан сүйді. Қызым, бақытыңды тапсаң болғаны. Мені уайымдама. Алла жолыңды ашсын, деді. Айжан жүрегі езілгенмен сүйгеннің соңынан ерді. Екеуі ауылдан түн қараңғысында үнсіз кетіп бара жатты. Ауылдың сыртындағы жолға шыққанда Айжан артына бұрылып, туған жеріне соңғы рет қарады. Оның жанарында жас, жүрегінде қорқыныш пен үміт аралас сезім тұрды. Қалаға жеткен соң, олардың алдында жаңа сынақтар басталды. Бекзат шынымен де Айжанға адал болып шықты. Ол туыстарына қарсы тұрды, достарының сөзін елемеді. Ең бастысы, Айжанды қорғаштап, қасында болды. Алғашқы күндері Айжан қала тіршілігіне үйрене алмады. Көшедегі қаптаған халық, бейтаныс орта, жаңа пәтер, бәрі оған жат еді. Кейде ауылын, анасын сағынып жылап алатын. Бірақ Бекзат әрдайым қасында болып, мен бармын ғой, қорықпа. Біз бірге бәріне үйренеміз, деп жұбататын. Айжан бір күні айна алдына ұзақ қарап тұрды. Өмірінде алғаш рет өзінің жүзіне күлімдеп қарады. Менің тағдырым қанша жерден ауыр болса да, мен сүйгенімді таптым. Менің жүрегім тірі. Демек, мен өмір сүріп жатырмын, деді іштей. Ауылда әлі де өсек тоқтамады. Кейбіреулер әйтеуір біреудің етегінен ұстап кетіп еді десті. Бірақ бұл сөздер енді Айжанға ауыр тимеді. Өйткені ол үшін ең бастысы сүйгенімен бірге болу еді. Көп ұзамай Айжан анасын қалаға қонаққа шақырды.
Анасы келгенде, қызының жүзінен бұрын соңды болмаған бақытты күлкіні көріп, менің қызымның бақыты осы екен ғой деді, көз жасын тыя алмай. Осылайша Айжан тағдырдың сан түрлі сыннан өтіп, ең соңында жүрегінің қалауына еріп, шынайы махаббатқа қол жеткізді. Оның өмірі оңай болмады, бірақ ол бір нәрсені анық түсінді: өсек мәңгі, бірақ махаббат бәрінен биік. Әңгіменің соңы